Ассалаумағалейкум достар, сізбен бірге Puzzle Life арнасы, менің есімім Әділ. Али. Және бүгін түсіп тұрған мен Алмас. Осы студияда видео түсірмегенімізге біраз уақыт болып қалды. Біз қазір көбінесе үйде түсіреміз, бірақ бүгін біз осы Puzzle студиясындамыз. Міне басында кепка, осы студия ол дегеніміз, ол бүгін біз кешкі Puzzle'ды түсіреміз. Ең біріншіден біздің көрермендерімізге үлкен рахмет. Соңғы кезде комментарийлер де көп, лайктар да көп, комментария, пікірлердің бәрі жақсы. Әрине бұның бәрі ең біріншіден Алланың қалауы, екіншіден сіздердің арқаңызда. Айтпақшы достар, бүгін бізде Puzzle Life'та 40 мың көрермен асты. Сіздерге сол үшін үлкен рахмет. Біз Puzzle ұжымы міне сіздерге шын жүректен өзіміздің алғысымызды айтамыз. Үлкен рахмет сендерге, осылай жазыла беріңдер, көбейте беріңдер, Puzzle'ға дейін жетейік Puzzle Life'пен. Достар, енді сіздерге осы кешкі Puzzle рубрикасында ең аса қатты ұнайтыны ол біздің Puzzle'да немесе Puzzle Life'та кадрдан тыс немесе басқандай түспей қалған заттар, қызықты, күлкілі сәттер сізге аса қатты ұнайды. Соны бүгін біз бір топтамасын жинап сіздерге бүгін көрсетеміз. Сәлем достар. Біз бүгін міне бір қалаға дегенде жоқ. Сәлем достар. Біз осы істегеніміз ғой, магазинге барасың, онша емес фильмдер арзан болады, әдейісі онша емес, ең арзан болады, аласың, көрмейсің ғой бәрібір фильмдерді. Соны анау қазір бұрында дискілер бағалма қолданамын ғой, сол жақты қолданамын. Онша көрмейтін, бірақ та ұзақ фильмдер болады. Оны біз былай байқайтынбыз. Бұл жерде пленкасы неғұрлым көп болса, уақыты да соғұрлым көп болады. Сондайлар әдейі таңдап аламыз да, сатып аламыз, оның үстіне жаза береміз. Оны өшіп тастайсың да тағы да жазуға болады. Бір кезде алдық та есімде жоқ. Онша емес, жаман бір көйтім. Ресейлік онша емес бір сериал болды. Оның үшінде шоу, неде? 4-5 шоу болды. Шоу болды. Үш не тұр, бір не бағасымен, онсыз шоу арзан болып тұрды, бірден алдық қой. Жек япон көрді ме? Қазақта көрді. Не деді жек? Есінде ма бір мексиканский сомбреро жайлы тоже бір фильм болып еді ғой? Иә. Үш ағайынды болды, иә. Үш ағайынды ма, төрт ағайынды? Біз сияқты үш ағайынды ма? Біз сияқты емес. Енді біреу Алмас сияқты дейсің. Біреу Али сияқты, біреу бас киіміне айырылып қалды сосын. Қайсысы ол? Олар түрмеге түсіп қалды ма? Иә, олар түрмеге түсіп қалды, сосын олар... Комедия ма? Иә, комедия. Қашып шығады сол, не бір... Бір какой-то бір сиқырлы сомбреро болады, иә? Иә, үш пі, бірне череп тұрды осылай. Сол нелер... Сөйлейтін де? Сөйлемейді олар, оқтан нетсейді. Иә. Бұрын мен ұялушы едім, енді Әділ ұялып тұр мені видеоға түсіруі. Адамдар өтіп баратса камераны басқа жерге қарап қояды өзінше. Типа, мені снимать етіп тұрған жоқ. Машинер шалғы жатым да. Беспределство. Өтірік алдама. Мен оны Әділге лақтырдым. Ковбойлар. Дикий Запад дейді ғой. Мен ғой саған дизлайк қойып жүрген. Бетіме камераның объективін тыға беремеші. Одан кейін тағы да естерінде ме? Люди X-ті радиоактивные люди өскеменде көрді. Радиоактивные люди. Циклопы.
Вулверин, бандит, гроза, зверь, юбилей. Ал енді достар, қазір сіз тура осы кешкі пазлды көріп отырған видеоны мен монтировать етіп жатырмын. Және есіме қазір маған бір нәрсе түсіп кетті. Қазір сізге көрсетейін. Міне бүгінгі дата, бүгін бізде 5 сәуір. Сізге көрініп тұр ма, білмеймін дұрыс. 5 сәуір бүгін. Ол дегеніміз ол керемет күн достар. Бүгін біздің әкеміздің туған күні. Папа, сен шын жүректен осы құттықтаймыз туған күнімен. Ауырма, денсаулығың мықты болсын, ұзақ өмір сүр. Әкеміз әрдайым бізге ең бірінші болып лайкты басып, комментарийсін жазып қояды кейбір кезде. Сіз білетіндей, ол ең бірінші подписчиктердің бірі, сондықтан комментарийге әкемізге туған күнімен құттықтау жазып қойыңыз. Туған күнімен, папа. Жақында блогер Айбек бауырымыздың каналында жаңа видео шықты. Ол видеода Айбек бізді Акинаторды іздеді. Шынымды айтсам, мен Акинатордың не екенін білмеппін. Әділ маған айтқан, сол Акинатор деген сайт бар деп. Қалай ол болды, ол бізге көрермендеріміз анда-санда сендерді Акинаторда таптым деп жазып жүрген. Онда мен не ол Акинатор деп бір блогерлерден естігем Акинатор дегенді. Одан кейін өзім кіріп қарасам, шынымен де сұрақтарға жауап бересің, түрлі сұрақтарға. YouTube'да каналдар бар. Жоқ, Майнкрафтпен байланысы жоқ. 15 жастан жоғары жастар. Мектепке бармайды, қателеспесем жұмыс жасайды. Блогер Айбек бауырымыз соған арнайы жеке видео түсіріпті. Ол жерде өзін және бізді пазл арнаңыз депті сол жерде. Дұрыс достар, мен кімді іздедім, дәл соны тапты. Пазл ютубер. Жарайсың, Акинатор. Сол видеода бізді блогер Айбек 250 мың көрерменмен құттықтады. Сол үшін блогер Айбек саған үлкен рахмет. Айтпақшы, сіздерді 250 мың жазылушыларыңызбен құттықтаймын. Бүгін 250 мың жазылушы болды. Шын жүректен құттықтаймын. Алдағы уақытта 500 мың және де 1 миллион, одан да ары қарай дамисыздар деген ойдамын. Жоқ, ойда емеспін, дамисыздар. Арынан дами берсін, сен де 62 мың ба, қателеспесем 63 мың көрермен. Осы пазл атынан, шүйеміздің атымыздан сені құттықтаймыз. Ары қарай дами бер, осындай керемет видеоларыңды түсіре бер. Байқаған шығарсыңдар, мен күлімсірей отырым. Білесіз бе неге? Осы кадрда Әділ неше? 15-ші дубльден түсірді ғой деймін. Қазір кеш, содан кішкене шаршап тұрмыз да, одан кішкене тілім бұлай оратылып, бұлай бейт түйіншек болып жатыр тілім сондықтан. Айтпақшы. Сол видеода айтпақшы блогер Айбек бізді 250 мың көрерменмен Шол? Сендер әлі пазлға дыбыстаған кезде естіген жоқсыңдар ол кезде. Таң атқан кезде тұрып аласың да анда тағы да былай тілін бүйтіп алады да бүйтіп тартылып дыбыстай алмай жатасың. Алмаз ана жақта жыртылып күліп жатады. Шынымды айтсам, үйде Әділ озвучка жасаған кезде үйде бәрі былай жүреді ғой. Кейде аулада балалар жүгіреді, айқайлайды, біз бір кішкентай бала Алихан демек күлді. Тұр. Бізде Алихан деген бір кішкентай бала бар көршіміз. Соны Алихан деп шақырған кезде Әділ жынданады ғой, соны естіген кезде. Анан микрофонды алам да енді сәлем достар, Алихан деп ана жақта айқайлайды. Сабыр деймін да. Сәлем достар, Алихан дейді. Жақында одан ары Алихан деп айтыр айқайлап бітірді. Алихан далаға шықты. Әділ тұр. Міне жаңа видеоны озвучканы бастайын деді. Сол балалар, Алихан шақырған балалар, Алиханмен бірге теннисный стол болады ғой, теннистің үстіне шығып секіріп шыңғырды ғой. Мен тұрма. Бұлай қарадым ғой, мынандай покер фейс болып қарадым ғой. Міне Алихан шықты, болды енді тоқтай. Айғай-шу бітеді деп ойладым. Жоқ, анда барлығы жиналып алыпты, бірге бам. Алихан үшін видео кешігіп жүр пазлда. Ал енді достар, бүгінгі видео сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайкты басуға ұмытпаңыз. Және өзіңіздің пікіріңізді астыңызға қалдырып кетіңіз. Біз барлық пікірлерді оқимыз. Сонымен қатар достар, бізде астында мынандай подписаться деген барлықтарыңыз білетін қызыл кнопка болады, не алмас көрсетіп тұр. Соған басыңыз. Пазл лайфтағы көрермендер саны 40 мыңнан көбірек қылайық, көбірек жиналайық, барлығын шақырыңыз Пазл лайфқа. Подписаться, қасындағы қоңыраушаны басыңыз, сонда біздің видеоларымызды өткізіп алмайсыз ешқашан. Міне бүгінге осы. Али, көрермендерге бірдеңке айтып жүрсең. Қарапайым бро арнасында Қарапайым шоу арнасында бір видео болған. Тіркел деген. Солай ешіне. Арнаға тіркел! Қазақ ютубын дамыту уақыты келді. Егер сен өз үлесіңді қосамын десең, арнаға тіркел! Міне мұнда
бізде сілтеме Puzzle TV Instagram Инстаграмда жерде. міне қолымда дұрыстап тұрып көрсетші. Не қолда осылай. Puzzle TV Instagramымызға жазыңыз, барлық сілтемелер астына. Бүгінге осы достар. Puzzleға жазыл.